Армиясыздар құрметті оқушылар. Бүгін бізде көбісі қателесетін логикалық есептер талдайтын боламыз. Бұл есептер барынша адам білім деңгейін тексереді. Яғни оны екінің бірі шығара бермейді. Ал енді бастайық. Бірінші сізде 8 тиын бар, олардың біреуі жалған. Жалған тиынды табу үшін ең аз қанша таразыға тарту жасау керек деген. Мысалы, 8 тиын бар. Біз оны 3, 3, 2 тиын деп 3-ке бөліп алсақ болады. Таразы бар. Таразы берілген. Мысалы, басында 3 тиындарды салайық. 3 тиын салайық. Егер бір 3 тиын ауыр болатын болса, бізде мынау жалған. Ол бізде жалған. Енді біз ол 3 тиынды бір тиын деп бөліп алайық. Соны да таразыға саламыз енді. Бір тиынды таразыға саламыз. Мысалы, бір. Егер ол бір-біріне тең болатын болса, үшінші жалған. Немесе біреу ауыр болатын болса, мынау жалған. Міне, біз екі тәсілмен, бірінші тәсіл, мынау екінші тәсіл. Екі тәсілмен біз анықтадық. Егер үш тиын да бір-біріне тең болатын болса, яғни бізде екі тиын жалған ғой. Сол екі тиынды да бір тиыннан өлшесек болады. Сол жақта біз жалғанын анықтаймыз. Біріншісі, екіншісі. Міне, ең аз таразыға тарту бізде екі тәсілмен анықталады екен. Фермерге қасқырды қозыны және де қырыққабатты өзеннен өткізу қажет. Бірақ қайық тек фермерді ғана қабылдай алады, және ол тек қасқырды, қозыны немесе қырыққабатты біреуімен ғана өткізе алады. Өзеннен барлық заттарды дұрыс өткізу үшін не істеу керек? Қасқыр қозыны, ал қозы қырыққабатты жеп қоймас үшін делінген. Өте қызық сұрақ. Ол не? Мына жақта қасқыр бар. Мына жақта қасқыр бар. Қой бар. Қой бар. Және қырыққабат бар. И қайық пен фермер бар. Бірінші біз кімді алып кетеміз? Мына жақта бір бөлек. Егер біз қырыққабат әкетіп қоятын болса, қасқыр қойды жеп қояды. Егер біз қасқырды бірінші әкетіп қалатын болсақ, қой қырыққабат жеп қояды. Біз бірінші қойды алып аламыз. Бірінші қой. Қойды апарды. И біреуі кетті. Ана жақта қырыққабат пен кім қалды ғой? Қасқыр қалды ғой. Қырыққабат пен қасқыр қалды ғой. Енді қасқырды аламыз. Мына жақта енді қасқыр болды. Қасқыр болды. Енді қойды өзімізден алып кетеміз. Қой яғни мына жақта. Қайттан. Мына жақта қасқыр жоқ. Енді біз қырыққабат алып кетеміз енді. Төртінші. Қырыққабат мына жақта. Қой мына жақта. Енді сол қойдың артынан барамыз. Бесінші. Міне, біз бірінші қойды апарамыз. Қырыққабат пен қасқыр қалды мына жақта. Қой ана жақта. Енді біз қасқырды алып кетуге барамыз. Қасқырды алдық, ана жаққа қойдық. Ана жақта қой мен қасқыр ғой. Енді қойды қайтадан алып кетеміз. Қойды ана жаққа қайтадан алып кетеміз.
қоямыз, енді 40 қабатты аламыз. Өйткені 40 қабат жалғыз қалатын болса қой жеп қояды ғой. 40 қабатты алдық, ана жаққа қойдық қасқырдың қасына. Қасқыр 40 қабат жемейді ғой. Енді қайта қойдың артына бардық. Енді сол кезде қойды алып кетеміз. Яғни біз жағаға өзеннен үшеуін де өткізе алдық. Осындай 5 тәсілмен. Бітті. Ұлу ағаштың діңіне жоғарылайды. Түнде ол 4 метр жоғары көтеріліп, күндіз 1 метр төмен түседі екен. Жетінші, жетінші түннің аяғында ұлу ағаштың басына жетеді. Ағаштың биіктігін анықтаңыз. Өте қызық сұрақ. Ол Ништің логикалық есептеріне келеді. Мысалы, бірінші бір күнде қанша метр жүретінін анықтайық. Бір тәулікте. Сіздер бір білесіздер, бір күнде бір түн мен бір күн бар. Күндіз. Күнді бір тәулікте. Яғни бізде бір тәулікте айтылған ғой. Түнде 4 метр жоғары, күндіз 1 метр төмен. Яғни бір тәулікте 3 метр көтеріледі. 4 пен 1 метрді азайтамыз ғой. 4 метр көтерілді, 1 метр түсті. Яғни 3 метр. Бір тәулікте 3 метр көтеріледі екен. Жетінші түннің аяғында ұлу ағаштың басына жетеді. Яғни бізде жетінші деп тұр ғой. Бізде 6 тәулік өткен ғой. 3-ті 6-ға бөлгенбіз. 18 метр. Яғни 6 тәулікте бізде ұлу 18 метр көтерілген. Және жетінші түннің аяғында ұлу ағаштың басына жетті дейді. Яғни 18 метрге бізде түнде білесіздер қанша метр көтеріледі? 4 метр көтеріледі. 4-ті қосыңыз. Яғни 22 метр. Ағаштың биіктігі 22 метр. Егер есептер ұнаса, комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер. Және де Рысқұлбеков 2 адресінде сіздерді күтетін боламыз. Осындай есептерді талқылап, сіздерге түсіндіретін боламыз. Сау болыңыздар.